Ассаламу алейкум, қазақтар. Бірінші бөлім. Қазақстан солтүстігінде халық саны азайып барады. Қазақстан оңтүстігінде туу көрсеткіші жоғары, оңтүстікте адамдар көп. Қазақстан оңтүстігінде адамдар көп болғандықтан жер бәріне де жетпейді. Жұмыс орындары да жетпейді. Сондықтан Қазақстан оңтүстігі мен батысынан қазақтар жері көп және жері бос тұрған Қазақстан солтүстігіне қарай жылжу керек. Мен өзім Қоңырат руыданмын, ішінде Маңғытай, бірақ мен Теміртау қаласында дүниеге келдім. Айтпақшы, Теміртау туралы айтқым келеді. Нағыз қазақтарға Теміртау қаласына да қошу керек. Бұлай айтам. Мысалы, оңтүстік студенттерге Теміртаудағы және Қазақстан солтүстігіндегі институттарға түсу жеңілірек болады. Грант алуға 70 немесе 80 баллмен институтқа өтуге болады. Солтүстікте оңтүстік шәкірттері серпинцы деп аталады. Бұл қазақ жастарының Теміртауға және Қазақстан солтүстігіне оқуға келіп, сонда қалу үшін жасалған. Бірақ қазір бұл бағдарламаны жапқысы келетіні туралы алаңдаушылық тудырып отыр. Біреулер айтады: біз бұған жол бермеуге тиіспіз, жігіттер. Қазақстанның оңтүстігіне, Шымкент облысына барғанда жергілікті тұрғындармен сөйлесемін. Олардан сұрап отырмын: Қазақстанның солтүстігіне неге бармайсыздар? Себебі бұл жерде, оңтүстікте, жұмыс аз, көп кісілер кешікпей жалдамалы пәтерде тұрады. Неге бармайсыздар онда? Жергілікті Шымкент облысының тұрғындары маған Қазақстанның солтүстігінде суық және аязды деп жауап береді. Әркім солтүстікте орыс тілінде сөйлейді, қазақша сөйлемейді дейді. Біз ештеме түсінбейміз. Біздің тұстарымыз солтүстігінде жоқ. Біз мерекелік той баруға үйрендік біз. Солтүстікте не істейміз? Тойға кімге барамыз? Мен оларға жауап беремін. Ал сіз осында оңтүстікте не істеп жатырсыз? Жұмыссыз көптеген отырады. Жалға алынған пәтерде тұрады көптеген. Ал Қазақстан солтүстігінде мемлекет қоныс аударушыларға арналған үйлер салынады. Солтүстікте суық, аяз, жел соғады. Бірақ онда бос жерлер көп. Шөптесін белден терен өседі. Егер солтүстікте қойлар, сиырлар немесе жылқылар өсірілсе, онда ет пен сүт майлы және дәмді болады. Солтүстікте ең дәмді ет пен сүт бекер емес. Мемлекеттен солтүстігіне көшіп барғаны үшін отбасының әрбір мүшесіне 275 мың теңгені береді. Тағы тұрғын үй сатып алуға 50% сертификат анықтама береді. Егер қазақ тілді қазақтардың көбі Қазақстанның солтүстігіне көшіп кетсе, онда Қазақстан солтүстігінде барлық тұрғылықтар қазақ тілінде сөйлей бастайды. Бірінші бөлімнің соңы. Сау болыңыз.